Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз бидайдың пайдасы. Бидай дәнді дақылдар тобына жататын көбінесе бір жылдық шөптесін өсімдік. Дәнді дақылдардың ішіндегі ең басты және ең көп өндірілетін дақыл. Бидайдың 20-ға жуық жабайы және мәдени түрі белгілі. Оның дәні, кебегі, сабаны құнарлы мал азығы, құрама жем өнеркәсібінің шикізаты. Бидайдың негізгі құрамдық бөлігі крахмал, одан басқа нәруыздық заттар, дәрумендер болады. Сұрпына қарай бидайдың құрамындағы крахмал мен көмірсулардың мөлшері 50-70%-ға дейін, ақуыздар 10%-дан 20%-ға дейін жетеді. Сондай-ақ өсімдік майлары, дәрумендер B1, B2, B6, С, И, pp, минералдар, кальций, калий, магний, фосфор, тағы да басқалары. Өзектер, пектинді заттар, сонымен қатар белсенді ферменттер бар. Зерттеу жұмыстары барысында суда өнген бидайдың құндылығы бірнеше есе көбейетіні анықталған. Мәселен, өнген бидайда B2 дәрумені 10 есе көп болған. Осындай керемет қасиеттерінің арқасында өнген бидайды жеу адам ағзасы үшін аса пайдалы. Бидайдың дәніне қарағанда қабығы мен ұрығында И дәрумені, B тобындағы дәрумендер өте көп болады. Қазақ ұғымында нан астың атасы аталады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.